Погода мощный болып тұр. Қар жауып шығарғандай болып тұр. Так, бір нәрсе айтайын. Допустим, қызбен жүріп жатсың. Енін таныстың, или енді уже инстаграмға жазып бастап жатсың да, стористарына реакция қалдырып бастап жатсың. Енді бастап жатыр бәрі. Енді допустим, жүріп жатсың, барлығы күшті, нетіп жатыр. Жүріп жатсың, уже бәрі күшті. Сол кезде сені қызың тастап кетеді. Қай кезде? Көп вообще достарының бәрі ошибкасы десем де болады. Потому что қыз сені қай кезде тастап кетеді? Или сен қызға қай кезде қыз емес болып кетесің? Когда сен бүкіл фокус, бүкіл внимание оған, сен түнімен онымен сөйлесесің, күнде жазасың, всегда общение, фокус барлық қызда, лишь бы қыз нетсін, фокус барлығы сода болса, қыз сені тастап кетеді. Ең үлкен ошибка. Балдардың жүреді, сосын ренжиді. Неге мен оған мынаны істедім, оған внимание бөлдім, бүйттім ғой, неге бәрі деп. Қыз проблема сенде емес, проблема менде. Сен просто достоин лучшего, бірдеңе дейді да, саған жауап тастайды. И сен идеальный боласың да, оған оказывается, оның қыздың уровені саған жетпейді, сен слишком күштісің мен үшін. Деген сияқты идеямен кетіп қалған. Бұндай история болған шығар, көбісінде сондай болады. И тағы басқа сылтау табамын айтамын, но конечный результат, что ол сенімен жүрмей қалады. Сен бүкіл фокус қойсаң. Не үшін? Потому что, по идее, еркек бар ғой, ер жігіт, өзінің бір шаруасы болу керек, өзінің бір интерестары болу керек, өзінің бір қызығушылықтары болу керек. Яғни оның барлық өмірі, яғни жігіттің, сенің өмірің полный тек қыз болмау керек. Потому что сен қызды, яғни қыз адамды қай кезде сен оған ұнайсың, қай кезде саған больше интереспен қарайды, когда сенің өзің қызығушылықтарың бар. Айтқан кезде жігіт өзінің бір мақсаттарымен, бір целімен бір жерге баратқан кезде қыз сенің артынан ереді да. А сен бүкіл внимание ода болса, даже болашақтағы картина құрылмайды. Ертең жігітім осындай болады, осындай істеп жатыр. Сен бір нәрсе тырысып жүргенің, бір нәрсе істеп жүргенің, мынаны істеп көріп жатсың. Вот, осы нәрсе сенің вообще қасындағы жолдасыңда саған интерес шығады, потому что сенің алға қойған бір мақсаттарың бар. Сен бір нәрсені тырысып жатсың, бірдеңе істеп жатсың. Сенің өзің қызығушылықтарың бар. Сен өмірің барлығы қыз емес, да? Қыз емес, но басқа да қызығушылықтар, да? Одан да маңызды нәрселер болу керек. И сол кезде, яғни фокусты 100% емес, хотя бы 50%-ке түсіріп, өзінің бір хоббиларыңды, өзінің бір интерестарыңды болып, кейде бос емес болып, да? Допустим, кешке жазамын деген сияқты идеялар айтылу керек. Не үшін? Сөйтіп айтып қойып, дым істемей жүру емес, мақсат сөйтіп айтып қойып, дальше уже сол шаруаны істеп, мынаны істеп. Потом кешке әңгіме болған кезде, әңгіме де болады да, осылай істеп көрдім, не осылай болды. И әңгіме де болады, и каждый раз что-то новое. И потому что просто сен күнде бір нәрсе айта бересің, күнде бір нәрсе әңгіме жоқ сенде де. Потому что көретіндерің күнде бір-біріңді көресің сен, күнде не істеп жатсың, тұрған жоқсың ба? Күнде сол нәрсе. И одан кейін, скорее всего, сен сол қызың жүрмей қалады. Сол үшін, егер оны қатты жақсы көрсең, сонымен бірге болғың десең, то уақытыңды басқа нәрсеге де бөл. Вниманиемен тойдыртсама, оны құсқысы кетеді. Сол үшін айтқан кезде, сол үшін барлығы меру. Қатты жақсы көріп жатсың ба? Өйтіп қатты жақсы көрмей қой. Сен өзіңде бір цельдарың болу керек, өзіңде мақсаттарың болу керек. И сол мақсатта, чтобы сенің қызың артынан еріп, чтобы сенің айтқан әңгімелерін болашақта осылай болады, осылай істеймін дегеннен кейін, деп айтқаннан кейін оны қыздың көзі жанып, саған бір сенім болатындай, чтобы болашақтың картинасы, чтобы болашақта сенімен елестететін барлығын көрсе, вот сол кезде сендер шанс бар, что скорее всего бір күні оған сөз салып, бірге отбасы құрғандарыңа шансында көбірек болады. Сол үшін бүкіл внимание қызға емес, жұмысқа, хобби, интерес, тағы нәрселерге бөлу керек. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light.